қынабымды тарылтам деп жүріп, бір органымнан айырылып қалдым. Сол үшін көреміз бағдарламасына барып, косметологпен соттасамын деп бір қыз келді. Осы қыздар тақылдап айтып түсіндіріп шаршап кеттім. Біріншіден, көремізге келген адамды мүлдем түсінбедім. Біресе қынабымды тарылтуға бардым дейді, біресе басқа нәрсеге бардым дейді, вообще түсініксіз. Но мені таң қалдырғаны, есі дұрыс адам беттің проблемасын шешетін косметологқа көтін емдетеді ма? Екіншіден, косметологтар, сендердің естерің дұрыс па? Бетті емдеп жүрсің ба? Бетті емдеп жүре бер. Нең бар елдің көтінде? Ойлайсыңдар ау деймін. Түрлері әдемі болса, значит қынаптары тар болды деп. Қыздар, естеріңді жинаңдар, сауатты болыңдар. Адамды таңдағанда қайда оқыған, не оқыған, ненің маманы, қандай нәтиже бар, қандай зияны бар. Осының бәрін сұрап отырсаңдаршы, маған келген кезде осы қақылдап отырасыңдар ғой, не үйретесің, қалай тарылтасың деп. Қазір дайретке бір санын жіберіңдер. Қынапты оңай тарылтудың ешкім айтпаған 3 секрет фишкасын 17 декабрьде практикада жасап үйрететін болам. Және ешкімге берілмеген мүмкіндіктерді осы сабақта берем. Өзімнің жаңартылған қызда 2 деп аталатын курсыма продажаны ашам. Сол жерде ғана үлкен жеңілдікпен беріледі. Дайын отыр. Дәл қазір дайретке бір санын жіберуді ұмытпа.